Өңірімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Бүгін Ақсай қаласында Бөрлі мен Шыңғырлау аудандарының оқушылары маңызды сынды тапсыруға мүмкіндік алды. Жылдың басты емтиханы ойдағыдай өтіп, заң бұзушылықтар мен өрескел кемшіліктер орын алмады. Толығырақ келесі сюжетте. Әйгерім Дәнова болашағын туризм саласымен байланыстырады. Сондықтан мақсатына жету үшін ұлттық бірыңғай тестілеуді ойдағыдай тапсыру қажет екендігін жете сезінді. Әрі ата-анасы мен ұстаздарының үкілеген үмітін ақтауда борыш санайды. Сынаққа тыңғылықты әзірленген жас есіл еңбегінің текке кетпегендігі де қуанышты. Әйгерім тестілеуден 128 балл жинап, мектеп бітірушілердің білімі мен білігі сыналатын сында алға шықты. Мен осы 11 класты 4 пен 5-ке бітірдім. Осы бүгінгі өткен ұбытыға мен бір жыл бойы сол дайындалып, барлық пробныйға қатысып, ешқандай пробныйларды өткізбей, сол қатысқандықтан осындай нәтижеге келіп отырмын. Орал қаласындағы Махамбет Өтемісұлы атындағы мемлекеттік оқу орнына тапсырсам деймін. Биыл Бөрлі ауданында 416 оқушы түлек атанды. Оның 312-сі ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға ниет білдірген. Осылайша олар мектеп қабырғасында алған білімін іс жүзінде дәлелдеді. Сондай-ақ Ақсай қаласында шыңғырлаулық 68 түлекте тест тапсыруға мүмкіндік алды. Өз кезегінде жауапты сынға қатысқан талапкерлер үшін барлық жағдай жасалды. Жаңағы тестілеу Астана қаласынан жаңағы министерство өкілдіктен 9 адам келді. Солар қазір жүргізіп жатыр. Біздің мектеп тестілеу өтуге дайын болды. Барлық жағдай жасалды. Кеше сол комиссия мүшелері бәрі бірге аралап аудиторларды қарап шықты. Балдар 7:30-нан бастап қабылдадық. Сонша ұлттық бірыңғай тестілеу 21-30 маусым аралығында өтеді. Жалпы былтырғыдай 9 ұлттық бірыңғай тестілеу пункттерінде олар 7 аудан және Орал қаласындағы базалық университеттер, БАQАТУ және БАQМУ университеттерінде болады. Жалпы биылғы оқу жылында 5032 оқушы мектепті аяқтады. Соның 3892-сі ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға ниет білдірді. Ол 77,3% құрайды. Тестілеудің тиісті дәрежеде өтуі мемлекеттік комиссия мүшелерінің бақылауында болды. Ал сынақтың қорытындысымен келіспеген түлектер апелляциялық шағым түсіріп, емтиханды қайта тапсыруға құқылы. Айым Нұрғалиева, Александр Овчинник, Филимон Қазыбаев, Ақжайық арнасы.